достар, бүгін қазір тікелей эфирге өте шұғыл түрде шоуға болып тұрмын, өйткені Жамбыл облысы Меркі ауданынан арнайы келіп тұр. Келу себептерін қазір түсіндіріп айтады. Негізгі бұл жерде тікелей эфирдің мақсаты бұл әділетсіздік. Әділетсіздік, өйткені бас көтергенде жұмыстан шығару мәселесі, жалақыларын көтермеу, басты мәселе бас көтергенде басу, жаншу. Аға айтшы, аты-жөніңізді айтшы. Менің есімім Байназаров Қайрат Қойшыманұлы, Жамбыл облысы Меркі ауданының тұрғынымын. Мен мына ақылы жолға қызмет ететін фирмада жұмыс істеймін. Негізі бас аяғы бір 7-8 жыл жұмыс істеп келе жатқам. Осы 1 жыл бұрын тендерден Шымкент спецкомплекс деген фирма ұтып алды. Бізде жұмыс қалды. Ешқайсымыз жұмыстан шығарған жоқ, бірақ айлығымызды өздері нақтылап белгілеп берді. Біз оған қанағаттанған жоқпыз, бірақ жұмыс істей бердік одан ары қарай. Сонымен әр ай сайын, міне 1 жыл тура болды ғой, өткен жылдың 1 наурызынан бастап. Әр ай сайын тек қана біз жұмыс тоқтатамыз деп айқайлап жатып, шулап жатып, оларға видеообращение беріп жатып, әрең дегенде 12 ай бойы айлығымызды алдық. 6 ай, 7 ай медстрахование төлемейді, пенсион төленбейді. Содан кейін барып біз шулаймыз, айқайлаймыз, содан кейін барып әрең деген төлеп берді жарты жылдан кейін. Содан кейін болды, енді бұндай қайталанбайды дейді да, 2-3 ай төлемей қояды. Біз тағы да жұмыс тоқтатамыз деп сөйтіп айтып жатып, әрең деген қайтадан 2-3 ай сайын сөйтіп шумен ғана түсіріп жаттық. Себебі медстрахование төленбеген үшін бір адам инсульт алды, больницаға қарамай қойды. Бір адамның осы жақындағына аяғын машина басып кетті, жолда жұмыс істеп жатқан жерінен. Сол кезде де больницаға қарамай қойды, өз қалтасынан наличка Каспий голдпен төлеп жатып, әрең дегенде қаралды. Мен өзім 10 август күні былтыр ауырдым, больницаға бардым. Қолымда корешок бар, мына мекемеденші, мына удержание бар медстрахованияға деген. Бірақ барам больницада көрсетеді, міне жоқ. Мен дәлелді көрсетіп тұрсам, олар айтады жоқ, міне компьютер алдамайды ғой деп. Сонымен мен өзім Каспий голдқа 4 айға жаңа пенясымен төлеп жатып, қарызданып, ауру басымен больницада ақша іздеп жатып, әрең дегенде қаралдым. Содан кейін барып төлейміз ғой, не болды деп маған міндетсінеді басшылық Шымкент спецкомплекстің. Компанияның басшылығы спецкомплекс. Бұл қазір автожолдың біздегі мынау республикалық маңызы бар жолдардың ақылы жолға жауапты. Біз ақылы жолға 1 теңгеден береміз, сол 1 теңгеден тиетін сіздерге тиесілі жолдардың несі ақысы ғой? Ақысы ғой, соны бізге уақытылы бермей отыр. Тек қана әр ай сайын айқайлап шулап, айдың 10-ында соңғы срок беру керек, 5 мен 10. Бірақ біз 10-да ақша түспеген соң айта бастаймыз. 15-не таман әрең береді, айқайлаған соң біз жұмысты тоқтатамыз деп оларға видеообращение жасаймыз, жұмысшылар. Сол кезде енді сіз айтасыз, бас көтерушілерді жұмыстан шығарып жатыр деп айттыңыз. Кім-кімді жұмыстан шығарып жатыр? 3 адамды. Басында өткен айда біз 31 каналға шықтық. Сол кезде 5 адам деген. Енді сол 5 адамның жұмыстан шығармаймыз деп әкімшілікте жиналыс болды. Олардан, басшыларынан адам келді. Әкімге уәде берді. Бірақ сайлау біткенше ұстап тұрған бет екен байқағанымыз. Міне сайлаудан кейін өткенде осы айлығымызды жартысын түсіріп, жартысын түсірмеген соң соны талап еткен үшін үшеуің жұмыстан боссыңдар деді. 3 адамды. Ол жаңа бас көтерген адамдарды ғой, яғни. Ал енді соны бүгін әкімшілікке бардық, кеше тағы да 3-4 каналдан көрсетті. Хабар, КТК 31 Атамекен бизнестен көрсетті. Содан кейін әкімшілік бізді шақырды, аудан әкімі. Барып едік, әкімнің қолынан келмейтін әкім нақты жеткізді. Себебі сендер данный момент трудовой договорларың жоқ осы жылға деп. 1 марттан бастап. 1 марттан бастап олар бізге новый трудовой договор әкелді, бірақ ол договорда көп қателіктері бар. 3 ай сынақ мерзімі дейді. Бізге қандай 3 ай сынақ мерзімі, егер де біз олармен 1 жыл жұмыс істесек? Ал 3 ай сынақ мерзімі неге қояды? Себебі 3 ай сынақ мерзімде біз бас көтерсек шығарып жіберу үшін. Түсініп ма? Сонымен сол трудовой договорсыз біз ештеңе істей алмаймыз деп әкімшілік және прокуратура анығын айтты. Себебі енді әкімшіліктің несінде шеше алмайтынын түсіндірді әкімшілік бізге. Себебі сіздер трудовой договорсыз жұмыс істеп жатсыздар, сіздер ауада тұрған адамсыздар дейді. Енді осы айтылған уәждерді құрметті Нұрғалы Мәжитұлы, құрметті Жамбыл облысының прокуроры, құрметті еңбек инспекторы Айтақ мырза осы мәселелердің бәрін жөнге алдып, Қазавтожол мекемесін біреу былай айтқанда біз 1 теңгеден трассаға төлеп отырып, трассаны жұмыс істеп отқан адамдардың ақысын жеу ол өте дұрыс емес деп ойлаймын, және өте заңсыз деп мен де есептеймін. Бізде бұлардың берген техникалардың бәрін ескі құсқы. Ал ана Қазавтожолдың Астанадағы басшысы Мирхат
Қасымбеков деген кісі өткенде бір несінде мәлімдемесінде бүкіл Қазақстан жаңа техникалармен қамтамасыз етілді дейді. Бізде мына жолдың темірін қағып кеткенде жөндейміз. Мысалға бір жұмысын ғана айтайын. Соны арнайы сваевойка деген техника бар. Біз онымен істемейміз, кәдімгі бұрынғы заманның экскаваторымен ұрамыз. Ол темірді қаққан кезде астында адам ұстап тұрады. Тайып кетсе, экскаватор мыжып өлтіреді адамды. Сондай қауіпті жұмыстар істейміз. Оны біз өзіміздің Қазақавтожолдың басшылығы осы Жамбыл облысының біледі, қанша рет айтылды, бірақ олар ешқандай Айжан Қалкенова, ол кісіге айтылды, хаттамада толтырдық, видеообращениеда жібердік. Ол кісі біз бұл кісілердің біздің договор бойынша ештеңкесіне араласамаймыз деп отыр. Енді қалай ештеңкесіне араласамайсыздар? Сіздер конкурспен ол фирманы жеңімпаз деп танытыңыздар. Сол үшін де Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтарын толықтай конституция бойынша қорғалуын және еңбек нормаларының сақталуын сұрайтын боламыз. Ол жерде көп былық бар. Бұл жерде негізі адам саны өте аз. Біздің егерде мен былай дәлелдеп бере аламын. Бізге мысалы маған қарамағымда 150 километрден бір беті 150-300 километрге 3 адамды мусор контейнерлерді тазалауға жібереді. 3 адам ол невозможно, никак. 10 адамның жұмысын істеп жатырмыз. Бірақ сонда да айлық көтеру мәселесіне келген кезде премия деген вообще ұмыттық. Бұрында осы уақытқа шейін әр мейрам сайын премия алатынбыз. Бұлар тек қана айлық қысқарту, барлық жағынан экономдау болып жатыр. Бұл фирманың негізгі мақсаты. Енді осы сұрақтардың бәрін құрметті прокурор өз жөніңізге алып, уақытылы заң аясында тексеріп, осы жұмысшыларға толықтай жауап берулерін сұраймын. Амандықта көріскенше, рахмет.